Қазір Турантов арнасынан Бимахан келу керек. Ол келгенше шай қойып қояйын дедім. Өткен тақырыпта сіздерге қалтқыма түрлерін көрсеткен едік. Бимахан қармақ алған екен. Соны толығымен жасап, сіздерге көрсетеміз. Турантовы көріңіздер. Турант ТВ. Балық түсіп жатыр ма? Күтіп отырсыңдар ма? Осы бір жерде Междуреченск ауылының жанындағы көл екен. О, Николай! Осы жерде балық аулаймыз ба? Иә, осы жерде балық аулаймыз. Таңғы 7-те келгенбіз. Енді балық аулау деген бір керемет демалыс екен. Таза ауада. Күннің ыстығы да байқалмайды. Көлеңкеде шайымызды ішіп, әңгіме дүкенді құрып. Енді Николайды өткенде көрдіңіздер, бұл енді таза тәжірибелі балықшы екен. Қазір өзінің қармақтарында дұрыстап жатыр. Вот, Николай. Мынау менің қармақтарым. Қалтқымаға екеуінің біреу жасайық. Мен қармақты басында алған кезде дұрыстап байламаған екенбіз. Енді үйреніп жүрмін ғой, мен енді жаңадан бастап жүрмін. Осы Николайға рахмет. Екінші рет балыққа шығып, қармағымды дұрыстап берем деді. Өткенде көрдіңіздер, Самат Ильясұлы спиннингпен жыртқыш балықтарды аулауға ол жақсы орап берді, жақсы жасап берді. Енді Николай бүгін осы қалтқыға қармағым жасап берсе, мен балық аулауға дайынмын. Здравствуйте, смотрите телеканал Турант ТВ. Өзен көлдің жағасы толып, су беті жандана бастаған уақытта қармақ салғанды жаны сүйетіндер өз кәсібіне кірісіп кетеді. Міне кішкене жел тұрып тұр. Балықшылар балығын аулап, қазір кішкене жаңбыр тамшылап кетті. Николай досымыздың балық аулау дәстүрі осы самауыр қойып, кішкене жайғасып алайық деп, қазір енді қалтқы қармағын жасаймыз. Енді наяқта көріп отырмын, жігіттердің бәрі қалтқы салып қойыпты, ана жерде дәмдеуіштерін лақтырып жатыр. Енді солардың дәмдеуіштері бізге қазір нәсіп етсе балық түсу керек. Мына қармаққа қазір су түбіне лақтыратын дәмдеуіштерін дайындаймыз. Өткенде өздеріңіз білесіз, мынау спиннинг. Бұған енді жыртқыштарға да аулауға болады. Мына жерде су түбіне лақтыруға болады. Қазір бұған 3 қармақпен дәмдеуішін дайындап тастаймыз су түбіне. Сосын тағы екінші, үшінші қармағымыз бар. Оған да қалтқы жасап лақтырамыз. Камераға түсіріп жатсыздар ма? Иә, түсіріп жатырмыз. Да. Танисыз ба оны? Міне, Бимахан Төлебаев деген осы кісі болады.
Қалай бауырым? Ассалаумағалейкум аға. Қайда жүрсің? Мен Қоскөлде инспектор озеро. Максим айтты ма, барып тексер алыңдар деп. Басқа жоқ, ешкім нәрсеге. Әкел, ұстап тұрайын. На какую глубину? Қалтқыма қандай тереңдікте тұру керек екенін өлшейміз. Вот так вот оно делается. Вот. Бросим и посмотрим. Сонан мына тежегішті төмен түсіреміз. Поднимается. Да, сейчас мы ее... Енді қалтқыма тежегішке дейін келеді. Осыны тексеріп алайық. Столько допустим кидаться. Ну, проверим, хватит этого груза или добавить, или убавить. Пойдемте посмотрим. А потом Содан кейін крючок. ілге келеміз. Біреуін салдық, енді екіншісін ортасына салып, мына қармақтың күші мені шықтыру керек деді. Мына жаңа тежегіш екен, осыны қойған кезде қалтқа ары бері былай ұзындау қойсаңыз да болады, қысқалау қойсаңыз да болады. Оны өзіңіз ана тереңдікті біліп, сонда қоя бересіз. Ұшқан кезде жібере салыңыз. Өте жақсы. О, ұстадым. Міне. Қандай балық түскен. Николай. Карась балығы түссе, енді бізде спорттық балық аулау болған соң, ол кішкентай балықты не істейміз? Өссін, өнсін, ата-анасына барып сәлем айтсын, осындай мені ұстап алып жіберді деп. Қармағы лақтыруды үйреніп жатырмыз. Бұлай лақтырам, алысқа кетпейді, әлі қол үйренбегендіктен ғой. Николай лақтырады, оңқаны алысқа кетеді. Сәлем жігіттер. Қолдарың жүре берсін. Бәрекелді, мен кебедім міне. Карась. Жаңа бір жігітте карась ұстады, көп екен карась? Карась көп, үстіңкі карась. Өнген керек. Қолың жүре берсін енді. Қашан келдіңдер? Таңнан. Сағат 8. Бізден бірдей келсіңдер, бізден 1 сағат бұрын келсіңдер. Қай жақтан келдіңдер? Алматы. Жақсы, керемет жер. Бәріміз демаламыз, керемет. Ауа райы керемет болып тұр. Балық деген жетеді. Осындай жерге келіп тұрмындар. Өзіміз жақсы көреміз осындай жерге келіп тұр. 6-шы сыныпта оқыған кезде апарған. Содан басымда алып қалғанда, содан кейін өзім достарыммен ақырынап жиналып, өзіміз баратын болдық. Сол кезде мен ойлаймын, кішкентай кезіңізде қандай балық бірінші ұстағаныңыз? Ол жерде біз енді судактар болды,
үлкен мынандай судаптар закитке лақтырып, содан кейін қармаққа ұстайтын поплавочный о деген карастар, сазанчиктер болды мынандай. Сондай балықтармен ақырнап сол есімізде қалып қалған. Содан кейін бәріміз осындай табиғатқа келіп, демалып, достарымызбен шашлык қойып, жаңа жасап, жақсы. Туран телеканалын көріңіздер. Осындай телевидение жаңағы жемісті болсын. Әрқашанда келіп осындай видеосъемка жасаңыздар. Біз өте қуаныштымыз осындай адамдар бар екеніңізге. Енді балықшыларға тілейтініміз, келіңіздер осындай табиғатты көріп, демалып, таза ауада демалып, достарыңызбен, өзінің жаңағы туысқандарыңызбен, әке-шешелеріңізбен шығып, осындай жерде демалып тұру керек. Рахмет, Әділ. Өзіңде қолың жүре берсін. Рахмет. Жаңа карасың күшті екен жаңа. Рахмет. Сіз келгеннен кейін салынды ғой. Иә, мен де өзім сен аларда естінде балық бар екен, балық қазақтарға барып қайтайыншы десем, сразу. Әлі қолың жүре берсін. Рахмет саған. Мен жаңа халықтан барып сұрадым. Барлығы қармақтарын салып қойған, күтіп отыр. Ал Николай екеуміз енді 3 қармақ, 4 қармақ қойып қойдық. Ал қазір қармақтарын тексеріп көрейін. Дәмдеуші бар ма екен? Сөйтіп тағы лақтырып қойған кәнеке. Николай, мөңке ұстадым. С почином міне. Кешке сорпа жасаймыз. Тамаша. Отлично. Қалай бауырым? Телеканал Туран ТВ, охота рыбалка. Ма, қолым саған. Анауың не? Сондай дәмдеуіш пе? Или грузила ма? Жоқ, дәмдеуіш. Мынан цветневің өзіне келеді ғой балық деген. Сен мынандай борап тастайды екесің ғой. Бұны көрген балық шап етіп ұстайды да. Ішіндегі иінесін байқамай қармаққа ілінеді. Мынан сен түскенде ашылама өзі? Жоқ, мен шығап тайым. Қалып екен ғана. Көп әдістер көбін. Мен жаңадан үйреніп жүрмін. Соны әркімнен келіп сұрайым. Әркім тәсілі әртүрлі екен. Мына қармақтарын осымен лақтырасың мен де? Давай мен. Балықтарды көрсетуге де ұяласың. Кішкентай емес, үлкен ғой. Қазір үлкенін ұстаймыз. Сонда шақырасың ба? Әрине шақырамын. Ұстауға да көмектесесің. Үмітім зор. Міне, салған дәмдеушілеріміздің бәрі судың түбінде сіңіп кетті. Соның дәміне балықтар келетін шығар. Бірақ ана жүгеріміз, шылаушан құртымыз бәрі орнында тұр. Балық болады деген сөз. Қазір жақсылап тамақтандырайық. Ассалаумағалейкум. Қатты лақтырады екенсіз, алыстан кеп көріп алдым. Жоқ, аналарды қазір. Мына жаққа қазір анау су келді ғой, көп келді. Сол үшін мен енді қасында лақтырып жатырмын, 10-15 метр. Аналар да сіздікі ме? Аналар, иә, ол толстолоб, оны еще лақтыру керек болған, 100 метр. Қаншама күш керек? Толстолоб, ол ана жақта ортада жүреді ғой. Бері қарай келмейді. Менің досым ол 100 метрге, мен 50 метр максимум лақтыру. Оны 100-120 метрге лақтыру керек. Потому что анау толстолоб, амур
ол сол жақта тұр жүреді. Ол тропа өздерінің. Мына неге келмейді олар. Жағаға келмейді? Иә, жағаға келмейді. Ана жақта жүреді. Но анда-санда келіп кетеді ме? Вот сонда сол үшін. Жаңа дәмдеуіштердің дәміне жай келіп. Иә. Ол да қу қоя балықтың. Иә. Біз жақта, допустим, Или жақта олар дикий. Мына жақта бәрі осы күнді келеді ғой, лақтырады, қанша прикормка лақтыра береді. Олар осылай. Тойып жүр, жақындамайды. Жаңа бізді айтып отырмыз. Тойып жүр осы. Анда-санда ерекше алады, бір алса алады, алмаса алмайды. Біздегі активатор керек, ана жаққа. Бұл керемет, тойып жүр. Аналар ракетамы лақтырып жатыр. Менде де ракет, бүгін жай. Жоқ, жаңа неңізді көрдім, дәмдеуішіңізді. Иә, ракетамен. Дөп салып бүгін балықтар тойып. Сосын өткен аптада ана жақта болғанда корейстер керемет қой. Жүрген онlarda. Вот, олар бірдеңе осындай управляемый бірдеңесі бар, кораблик. Олар ортасын алып барады осылай, как вот осылай. Сосын прикормканы ана, как грузовик сияқты білен түсіреді. Прикормканы түсіріп, сосын со жаққа алып барады, анау поплавокты бәрін алып барады, со жаққа управляет. Вот орта. Алып барып түсіреміз? Иә, сосын түсіріп, қай жаққа керек мен. Прикормка түсірді ме? Прикормка сосын балық хоть амалсыздан келеді. Со жаққа көп лақтырса. Көрдім 5 килограммды сазанды алып алды білен. Где-то менің көзімше білен, вот ана жақта болған. Олар вот осылай. Бірақ я қанша тұрады осы? 60 мың дейсіз ойбай керек жүр. Енді олар соңын айналысқан соң таза демалуға шығады. Иә. Бәріне балық аулаушыларға нені тілеймін? Үлкен балық алып алсын, көп балық алсын, қандай болса да қарас па, сазан ба, талсталып, сонда сәттілік тілеймін бәріне, балық аулаушыларға. Шын жүректен. Рахмет. Туран ТВ канал, иә? Балық аулаума, бәріне көріп, бәріне көріністерге кім телевизорда көріп, бәріне соны тілеймін. Қараңдар, көріңдер, үйреніңдер. Солай мен тілеймін. Жарайды, сау бол. Рахмет. Ал Николай, аулаған балықтарымызды көрсетейік. Покажем. Бері. Маған бере беріңіз. Да, вот. Вот это садок. Мынау Николайдың торы. Біз бүгін 1, 2, 3, 4, 5, 6 балық ұстаған екенбіз. Бәрі мөңке балықтары. Кішкентай балықтарды суға жібердік. Еңбектеріңіз жемісті болсын. Туран ТВ көріңіздер. Сонда бәрі жақсы болады. Күннің көзі қыза бастағаннан табан, сазан, дөңмаңдай, алабұға, көкжан, мөңке секілді балықтарға қармақ салу оң нәтиже береді. Ал дөңмаңдай балығын аулау шілде айында басталады. Балықстады көрек кәнеке. О, кәне. Бұл жерде ең үлкен балықты ұстаған кім екен? Көрек қазір. Қармаққа әрі дөңмаңдай түскенін сезсеңіз, алдын ала қуанып, асығыс қимылға барудың, шалт әрекеттер жасаудың қажеті жоқ. Себебі, тулаған дөңмаңдайды жарқыратып жағаға алып шығу біраз уақыт пен күш-жігерді талап етеді. Яғни, отырған орныңыздан асығыс түрекеліп кетуге болмайды. Өйткені тосын қимылды байқаған дөңмаңдай оқыс тулап, су түбіне тарта жөнеледі. Сол себепті балық тек жағаға жақын қалған кезде ғана
нақты іс-әрекет жасауыңызға болады. Өйткені ірі дөң маңдайлар тулаған кезде мықты деген қармақ баудың өзін үзіп кетеді. О, с почином! Құтты болсын! Первый автомобиль. Кішкентай екен. Кішкентай? Виталий, суретке түсесің бе? Жоқ. Ну, Дима. Ал, Дима, құтты болсын. Суретке түсесіз бе? Да. Жегіңізді тұрыңыз. Міне енді жаңа балықтарымызды көрдіңіздер. Енді кішкене кеш батып баратыр. Біз де жиналып жатырмыз. Осындай Алматы облысына балыққа шығып тұрыңдар, балық аулаңдар. Таза ауада балық аулаған адамдар позитивті көңіл күй алып, келе жатқан жұмыс аптасына қарай өз денсаулықтарын нығайтты. Таза ауаға шығып, осындай самауырмен шай ішіп, түскі асты ішкенге не жетсін? Табиғатқа шығып, демалыңыздар, балық аулаңыздар, табиғатты аялайық.